Құрметті тыңдармандар, Әулет құпиясы 40 бөлімі. Адвокат Елмаздың не үшін қалай шығып кеткеніне таңданып көмекшісінен сұрады. Айғақтар, оның дәлелдейтін айғақтар жоқ екенін белгілі болды. Ал Такир болса, Елмазды көріп өте қатты қуанды. Және де осы кезде адвокат прокурор Такирге сұрақ қоя бастағанда, сізді кім өлтірді? Кім өлтіруге оқталды деді. Сол кезде Такир өз ұлы Доған екенін айтып салды. Негізі Доған емес, Доғанға жала жауып тұр. Ал Синан болса, барлығы да полиция қызметкерлерінің, яғни полицияның көлігінің дауысын естігенде не болып жатыр? Біреу ауырып қалды ма дегендей түсініксіз жағдайларға таңғала бастады. Ал сол кезде полиция қызметкері келіп, бұл Қанжоғлылардың үйі ма деді. Иә деді. Бізге Доған Қанжоғлы керек. Такир мырзаны өлтіруге оқталғаныңыз үшін сіз тұтқындаласыз деді. Сол кезде Доған отбасына күле қарап, ештеңе де қылмайды, мен шығып келем дегендей күліп қарады. Полиция қызметкерлері кедергі жасамауларын айтып, Доғанды алып кетті. Сөйтті де Доған түрмеде кезде әкесі, әке мен бала ретінде, сен мені әке деп танысаң, мен сені кешіріп, 5 минутта арызымды қайталам деді. Сол кезде Шағла Такирді көріп, сен мұнда не істеп жүрсің? Сен түрмеде болуың керек емес пе деді. Шағла, сен мені жеңдім деп едің ғой, дұрыстап жеңу керек еді деді. Гүлисан болса, Мелектің дәретханадан шықпай жатқанын уайымдап, Шағладан хабар бар ма деді. Бірақ Шағладан ешқандай да хабар жоқ, телефонға жауап бермеді. Ал Мелек Доған өзінің кінәсі үшін сотталып жатқан іштей сезсе де, ешкімге ештеңе деп айта алмады. Ал сол кезде Такир үйлеріне басып кірді. Ал қыздар болса қорқақтап тұрды. Мен сендерді кешірдім, үйге қайта оралыңдар деді. Ал отырыңдар, жайғасыңдар деген ешқайсысы отыруға құлқы болмады. Сол кезде екі қызы да біз үйге бармаймыз, қайтпаймыз деді. Синан да, мен де бұларды өлгенше қорғап шығам әке, сен кете бер, біз ешқайда да бармаймыз деді. Сендердің есеп шоттарыңды, барлық карточкаларыңды құлыптап тастаймын деді. Сен бізді олай қорқыта деді қыздары. Сол кезде Ламия, енді бұларды қалай қайтарамыз Такир деді. Мелекті Елмазға тұрмысқа береміз, амалсыздан қайтатын болады деді. Алтын сол кезде, әке не деп тұрсың деді. Я, балалар Елмаздың дүние мүлікке ие болатын білгенде таласады деді. Ал Шағла болса, Доғанды түрмеден алып қашпақшы болды. Бірақ Доған қашқын ретінде болғысы келмейтінін айтты. Ал Такир Бехрамды кемедегі жұмыстары дұрыс болмағандықтан оған тәртіпке бағыну керегін айтты. Сол кезде Бехрам, сен Макинурды шығарам деп уәде бергенсің. Макинур қайда шығады дегенің қайда деді. Макинур бүгін шығады деді. Күнәлі Доған деді. Ал Шағла болса Доғанға, мен сені бұл жерден қалайда шығарып алам деді. Ал бүгін әпкең шығады түрмеден. Такир мырза өз ұлында аямады, енді ешкімді де аямайды деді. Сол кезде Шағлаға полициядан түрмеден қоңырау шалып, бүгін әпкеңіз түрмеден шығатынын айтты. Сол кезде Доған, бар енді, әпкеңді шығарып ал, әпкең күтіп қалмасын. Бұл жерде міндетті түрде сен шығарып алатыныңа сенем деді. Ал Бехрам Шемшекпен Такирді жермен жексен ететінін біліп сөйлесіп жатты. Сол кезде бұған Доғанның қандай кінәсі бар деп кенже сұрады. Доғанға жала жабылды деді. Ал Алтын болса, Сунаға барып өтірік Макинурдың қағазы жайлы бірдеңе білмекші болды. Сунаға, күйеуім бұрынғы ғашығын ұмыта алмай жүр, сенен ақыл кеңес сұрайын деп едім, дәрігер ретінде деді. Мен Макинур екеумізді бірдей емдей алмаймын деді. Ал Шағла болса, Макинурды түрмеден босатып алып үйге алып бара жатқанда, үйде Қанжоғлылардың барлығы бар деді. Оны естіген Макинурдың өңі қашты. Синанның бар екенін де естіді. Бірақ Шағлаға ештеңе демеді. Үйге қайта әпкесінің оралғанына қуаныш деді.
Ал алтын болса телефонын қалып кеткен сылтау етіп Сунаның кабинетіне кіріп Макинордың Алтынай роддомында босанғанын және де 6 рет психиатрға жатқанын білді. Ал Шағла Бехрамды көріп айқайға басты. Сен мұнда не істеп жүрсің? Әпкемнің өмірін тас-талқанын шығарып. Макинор, мен сен үшін Такирмен барлық 25 жылғы алдыңғы кінәмді өз мойныма алдым деді. Сол кезде Шағла да кет бұл жерден деді. Ал сол кезде Синан, Бехрам, бұл жерден көзіңді құртпасаң қазір жаныңды шығарамын деді. Ал Дидем, әпке, аға, мен саған барлығына жеткіземін деді. Ал Суна Доғанмен жолығып, Доған саған мықты адвокаттар жалдайық Стамбулдан деді. Керек емес деді. Макинордың кінәсін өз мойныңа алма деді. Мен өз мойныма алып тұрған жоқпын. Такир мырза кінәні маған артты деді. Ал Макинордың басқа да өз есебі бар деді. Ол қандай дегенде Суна айтпады. Ал Синан болса, Доған енді қашан шығады деді. Сол кезде Шағла, Доғанды шығару үшін қаншама тойдағы дәлелдер бар, суреттер бар деді. Бірақ сол кезде Меликтің неге суретке түспей қалғаны жайлы айтты. Бірақ Гүлстан екеуі үндемеді. Ол бізбен бірге ғана түсті деді. Фильмнің жалғасы бар. Арнама тіркелеміз.